Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Бүгін бізде ежелгі шығыс философиясы туралы лекция болады. Және бірінші пунктіміз ежелгі шығыс философиясының негізгі белгілері. Шығыстың барлық дерлік философиялық жүйелері кейбір ортақ белгілерді қамтиды. Бірінші, ол шынайы өмірге бағдарлау. Шығыс философиясы шынайы өмірді ой елегінен өткізумен ерекшеленеді. Философия өмір бойы бар және оның барлық салаларында қолданылуы керек. Жеке, қоғамдық, халықаралық және тағы басқа салаларда. Бұл шығыс ойшылдарының шыққан алғашқы тезисі. Ежелгі Үндістанның данышпандары өз шәкірттерімен әлемнен қалай дұрыс кету туралы білімдерін бөліссе, Қытай ойшылдары өмірде қалай аман қалу керектігін үйретті. Индустар діни тәжірибеге жақын болды, ал қытайлықтар күнделікті даналыққа жақын болды. Екінші пункт – табиғат, тән және рух синтезі. Егер еуропалық дәстүрде антропоцентризм, яғни адамның табиғатқа үстемдігі тән болса, онда шығыс философиясында адам өз өмірінің мәнін тек адамның өзінің рухани және өмірлік тәжірибесіне сәйкес үйлесімділікті бұзбай түсіне алады. Үшінші пункт – шығыс философиясындағы білім тұтастығы, таза ұтымдылықтың жоқтығы. Шындықты білу тек ақылға негізделмейді. Ол елемеуге болмайтын сезімдерге негізделген тұтас тәжірибеге негізделген. Ақиқат білімге ғана емес, медитация барысында да түсініледі. Ой толғаныс бұл мен және мен еместің сәйкестігі. Мұнда мен бірмін және өзгермейтінмін. Ал мен емес, мен өмір сүретін бар әлем. Ежелгі шығыс ойшылдарының пікірінше, дүниеге мұндай бір тұтас көзқарас рухани нұрланудың бірінші және негізгі жолы болып табылады. Төртінші пункт – шығыстық ойлау стилінің тұтастығы тіл ерекшелігімен байланысты. Батыс тілі алифбидің атомдық сипатымен ерекшеленеді. Мұнда оның сөздің жеке бөліктері, түбір, жұрнақ, префикс, тағы басқа дербес семантикалық мағына береді. Шығыс мәдениеті иероглифтің және оның құрылымының тұтастығымен сипатталады. Сөз оның символдық бейнесімен байланысып, иероглифтің тұтас бейнелілігі арқылы ашылады. Шығыс дәстүрінде иероглиф өзінің мағынасын беріп қана қоймайды. Сонымен қатар, оны өз ішінде қамтиды. Бесінші пункт – ақиқаттың күрделілігі. Классикалық еуропалық философияда рационализм басым болса, объективті әмбебап шындықты іздеуге бағытталса, шығыс ойшылдары ақиқаттың көп қырлы екендігіне және ешқашан толық көрініс таба алмайтынына сенімді болды. Яғни, шындықтың әртүрлі көзқарастары оның әртүрлі жақтары ғана болып табылады. Бірақ кез келген жағдайда шындықты білу жоғары интуитивті мистикалық деңгейде шығуды болжайды. Шығыстағы шындықты тану ол абсолютпен, әмбебап заңмен бірлік болып табылады. Бұл ретте шығыс ойшылдары кемелдікке жетудің әртүрлі жолдары бар және олардың кез келгенін адамның ішкі ерекшеліктеріне сай таңдауға болады деген тұжырымға келген. Алтыншы пункт – антропологиялық перфекционизм. Яғни әрбір адамның түпкі мақсаты өзін өзі жетілдіру болуы керек деген ой. Шығыс ойшылдары адам өзінің кемелдігі арқылы ғана дүниенің кемелдігін түсінуге, сондай-ақ абсолютке жақындауға болады деп есептеді. Осылайша Үндістан мен Қытайда философия осы тұрғыда қалыптасты. Ежелгі үнді философиясы. Ежелгі үнді философиясы ең көне киелі мәтіндерден, яғни ведалардан басталады. Ведалар 4 бөлікке бөлінеді. Ведалардың бірінші бөлігі самхиталар деп аталады, мантра мәтіндері. Самхиталар 4 кітаптан тұрады. Бірінші кітабы Риг Веда, Ануран Ведасы, ол ең көне белгілі ведалық санскрит мәтіні.
Екінші кітап Яджур Веда, ғибадат ету рәсімдеріне арналған мантра ведасы. Үшінші кітап Сама Веда, діни әуендер мен жырлар ведасы. Және төртінші кітап Адхарва Веда, ол күнделікті өмір салттарының ведасы. Ведалардың екінші бөлігі брахмандар деп аталады. Брахмандар ол салтанатты рәсімдерді және діни рәсімдерге байланысты кейбір құпияларды түсіндіретін мәтіндер. Ведалардың үшінші бөлігі араньяктар. Олар орман мәтіндері деп аталатындар. Бұл мәтіндерді орманда медитация жасап, кейін киелі мәтіндер түрінде өз тәжірибелерімен бөліскендер құрастырған. Және ведалардың төртінші бөлігі Упанишадтар деп аталады. Олар индуизм философиясын сипаттайтын философиялық мәтіндер мен диалогтар. Олар ежелгі үнді пантеонның алуан түрлілігін, карма ілімін, сансара, яғни қайта туылу процесін және тағы басқа құбылыстарды сипаттайды. Бастапқыда үнді философиясы адамның қысқа мерзімді тіршілігі және рухани болмысын қарама-қарсы қоюға бағытталған. Үнді қоғамы өзінің өмір сүру салтында өте дәстүрлі, өйткені ол касталарға бөлінген шаруа қауымдастықтарына негізделген. Касталарға бөліну ауыр әлеуметтік теңсіздікті көрсетеді. Дегенмен өмірдің қиындықтары, азаптан құтылу және ғарыштық рух немесе брахман алдындағы шынайы теңдікке қол жеткізілетін нирванаға бару мүмкіндіктерімен біріктірілді. Брахман әр адамның жан дүниесінде ашылады. Индустардың дәстүрлі өміріндегі руханият жердегі азаптан аулақ болу жолы болды. Ал кейбіреулер, яғни діни қызметкерлер және тақуалар, шарамандар, ұстамдылықты тұрақты өмір салты ретінде уағыздады. Философиялық толғаулардың табиғи тереңдігі мифология мен дін саласында символдық бейнелерге бойлау осылай дамиды. Ал сондай-ақ ежелгі үнді философиясының дәстүрлерінің тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Ведалық мифологияда тайпалық қатынастар жаңғыртылды, оларда ұжымдық идеялар бекітілді. Қоғамның табиғи және жалпы тіршілігі еңбек мамандуына сәйкес касталарға құрылады. Және каста жүйесі мемлекеттік құрылымды жасайды. Осы уақытқа дейін үнді қоғамында 4 каста бар. Каста деген варна сөзінен шыққан, варна төс бейне деп аударылады. Бірінші каста брахмандар немесе браминдер, олар ақ түсті. Олар веда ғалымдары, данышпандар, діни қызметкерлер, мұғалімдер. Екінші каста кшатриялар, қызыл түсті. Олар билеушілер, жауынгерлер, әкімшілер. Үшінші каста вайшьялар, сары түсті. Олар егіншілер, жер иелері, саудагерлер. Және төртінші каста шудралар, олар қара түсті. Шаруалар, төменгі жұмысшылар, қызметшілер. Үнді қоғамында ресми касталардан басқа тағы бір каста бар. Ол тигізбейтін адамдар немесе untouchables деп аталады. Оларға аулалар мен көшелерді тазалау, тері немесе балшықпен жұмыс істеу, құрылыс тастарын өңдеу, кір жуу және тағы басқа сияқты лас істер сеніп тапсырылды. Ежелгі индустар касталар Пуруша есімді бірінші брахман адамынан шыққан деп есептеді. Пуруша жалпыға ортақ заңның, яғни брахман бейнесі болып табылады. Шын мәнінде индуизм дүние танымының бүкіл күрделі жүйесі осыдан басталады. Ғаламның негізінде мәңгілік болмыс брахман жатыр. Одан бәрі пайда болды. Брахман кез келген жеке тұлғаның мәңгілік ішкі өзегі атманмен бірдей. Ежелгі үнді философиясы адамның дүниедегі жолы карма заңымен реттелетінін анықтады. Ал оның іс-әрекеті одан әрі азап немесе әл-ауқатты алдын ала анықтайды. Карма заңының әрекеті адамның қайта туылуын
және оның өмірлік ұстанымын да анықтайды. Карма заңының нәтижесі сансара. Сансара немесе самсара қайта туылу үдерісі және жанның саяхаты. Ол адамның үздіксіз қайта туылуынан тұрады. Мұнда әрбір жаңа туылы оның бұрынғы өмірінің ізі немесе күнәлары үшін жаза болып табылады. Көне үнді діни пантеонында Тримурти деген өте маңызды элемент болып табылады. Тримурти санскриттен үш тұлға. Индуизм пантеонының негізгі үш құдайын біріктіретін триада. Бірінші құдай Брахма, немесе жаратушы, екінші құдай Вишну, немесе сақтаушы, үшінші құдай Шива, немесе жоюшы. Осы үш тұлғаның барлығы бір тұтастыққа біріктіріліп, рухани принцип Брахманды білдіреді.